Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Анаргүл. Бүгін сіздермен үйдегі таракандардан құтылатын боламыз. Ол үшін кеттік, жақсылап қарап алыңыздар. Алдымен бір кішілеу картоппен 2 жұмыртқаны суға салып, қайнатып, толықтай пісіріп аламыз міндетті түрде. Содан соң әрине жұмыртқаны да, картопты да қабығынан тазартып аламыз. Ендігі кезекте осы картоп үлкендеу болғандықтан мен тек қана жартысын қосатын боламын. Жұмыртқаның ағы бізге қажет емес, сондықтан тек сарысын алып қалып, ағын бір шетке алып тұрамыз. Енді осы картоппен жұмыртқаның сары уызын шанышқының көмегімен жақсылап, ұсақтап езіп аламыз міндетті түрде. Міне қараңыздар, мен жақсылап езіп алдым. Енді бізге борная кислота қажет болады. Менде әрқайсысы 10 граммнан үшеуі бар. Осы үшеуін барлығын қосатын боламын. Борная кислотаны міндетті түрде ветеринарлық аптекадан сатып алыңыздар. Бұл 100% көмектесетін әдіс. Енді осының барлығын жақсылап қолымызбен араластырамыз. Қолыңызға қауіпсіздік үшін осындай перчатка киіп алсаңыз болады. Енді дайын болған осы затымызды дөңгелек пішінге немесе сопақша пішінге келтіріп дайындап аламыз да, балалардың көзі түспейтін, балалардың қолы жетпейтін жерге қоямыз міндетті түрде. Таракан жидау деген жерлерін қоясыздар ғой, енді балаларға көрсетпейсіздер. Қауіпсіздік ережесін міндетті түрде сақтаңыздар, балаларыңызға сақ болыңыздар. Көзге түспейтін жерлерге тығып тастайсыздар. Бұл өзі қатып қалады уақыт өте. Яғни бұны таракандар жейді де екінші сіздің үйіңізге жоламайтын болады. Бұл 100% жұмыс жасайтын әдіс, сондықтан да міндетті түрде пайдаланып көріңіздер. Егер пайдаларыңызға жараса, ұнаса, міндетті түрде отзывтарыңызды комментарий бөлігіне жазып қалдырсаңыздар, мен қуанып қаламын. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Алда әлі талай пайдалы рецепттермен, пайдалы дүниелермен бөлісетін боламын.